Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен ұлттық тағамымыз наурыз көженің рецептімен бөлісетін боламын. Әр өңірде әр түрлі дайындалады. Сондықтан кемі 7 қоспадан тұрса болғаны. Бүгін менде жылқының еті, қазы, одан кейін арпа, күріш, сары жүгері, ақ жүгері, бидай, тары және айран, су, тұз. Міне осы қоспалардан бүгін наурыз көжені дайындайтын боламыз. Алдымен қазанымызға және кастрөлімізге су құйып от жақтым астына. Кастрөлімізге етімізді қайнататын боламыз. Етімізді салдық, қазымызды осылай инемен немесе шетін жіппен байлап қойдым. Инемен немесе зубочисткамен тесіп шықсаңыздар. Өйткені бұл қайнап жатқан кезде жарылып кетпес үшін қазы. Тұз салдым бір қасықтай. Қайнағанша бетін қақпағын жауып қоямыз. Одан кейін екінші қазанымызға сары жүгері, ақ жүгері, осы екі жүгеріні түрін салып, кішкене тұз салдым. Жарты қасықтан жоғарылау. Бетін жауып, қатты отқа қойдық қайнағанша. Мінекей қайнап шықты. Бір 10 минут, 15 минуттай өтті. Осылай қайнаған кезде көбігі шығады. Көбігін алып тастаймыз. Еттің де, жүгерінің де. Мінекей қайнап жатыр. Көбігін алып тастаймыз да, отты қатты оттан орташа отқа түсіреміз. Енді арада 1 сағаттай өткенде бидайымызды, арпамызды салып қоямыз. Жүгерге қарағанда олар тезірек піседі, бірақ күріш пен тарыдан бұрын саласыздар. Жарты сағаттай бұрын. Мінекей бізде 1,5 сағаттай уақыт өтті. Енді күрішімізбен тарымызды саламыз. Өзара араластырып, піскенше қақпағын жартылай жауып қоямыз. Біздің 2 сағаттай өтті. 2 сағаттың ішінде біздің етіміз, жылқының етімен қазымыз пісті. Енді әр түрлі ғой, 2,5 сағатта, кейде 1,5 сағатта пісіп қалады. Оны өздеріңіз көресіздер, вилканы немесе пышақтың ұшымен тығып жеп көру арқылы. Менің етім 2 сағатта пісті. Пісіп болғаннан кейін етті алып, сол еттің суына жаңағы дәнді дақылдарымыз қайнап жатқан қазанымызды ашып, ішіндегі барлық суымен қоса саламыз дәнді дақылдарымызды. Еттің сорпасымен қостым. Бұл жерде күрішіміз бен тарымыз әлі кішкене пісуі керек, сондықтан отты өшірген жоқпын. Әлі де кішкене қайнайды. Оған дейін піскен етімізді турап, етімізді сорпаға салатын боламыз. Яғни көжемізге саламыз. Барлық қоспалардың мен өзім қаншалықты қосқанымды видеоның астына описанияға жазып қоятын боламын. Сіздер мына жерде барлық қоспаларды қосу міндетті емес, ол өз еріктеріңізше. Әрине барлығын қосқан сайын дәмі бір ерекше дәм бере бастайды. Мінекей көжеміз қайнап жатыр. Осы көжеміздің үстіне піскен етімізді турадық. Етімізді саламыз. Мінекей араласты. Тұзын көріңіздер. Міндетті түрде тұзы кем болса, тұзын толықтырып салыңыздар. Егер де
тағы да тұзы егер әшілеу болып кетсе, өздеріңіз қайнаған су құйып жіберсеңіздер де болады. Мұны қазымызды турап қойып жатырмын. Оны әр кесеге салатын боламын, бөлек үстіне, көженің үстіне. Қоспаларда әр өңірде әртүрлі жасайды наурыз көжемізді. Бұл жерге тағы да қамыр илеп, жұқа етіп жайып, кеспе кесіп салсаңыздар да болады. Олай да өте дәмді болып шығады. Ол өз еріктеріңіз. Мінекей біздің наурыз көжеміз осымен дайын. Ыстықтай күйінде ішіп алсаңыздар да болады. Суытып ішсеңіздер де дәмі өте дәмді болады. Дәмі кіріп, бізге енді айран қосуға ғана қалды. Менде қолдың айраны дәмді болып шығады. Енді қолдың айранын немесе құртты езіп қоссаңыздар да болады, қатық қоссаңыздар да болады. Ол өз еріктеріңіз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Мінекей біздің наурыз көжеміз осымен дайын болды. Бетіне осылай қазына әрлеп салып қойдым. Өте дәмді болып шықты. Барлықтарыңыз жасап, үйде жақындарыңызды қуантып, жылына бір ретті осылай асыға күтіп отырып жасаймыз ғой. Жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Келе жатқан наурыз мерекесі барлықтарыңызға құтты бола берсін. Барлық отбасыға тек жақсылықтар тілейміз. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Құрманқожа Алтынай. Менің каналыма подписаться етіп қойыңыздар.